Hoş geldіңіздер. Жылдар бойы бұл құжаттар құпия сақталды. Жүздеген есімдер, мыңдаған беттік айғақтар және қазіргі тарихтың ең қараңғы құпияларының бірі. 2024 жылдың басынан бастап әлем көптеген адамдар жасырғысы келген ақпаратты көре бастады. Біз бүгін Эпштейн файлдары туралы айтамыз. Бұл тізімде кімдер бар? Бұл есімдердің атауы нені білдіреді және неге бұл іс әлі күнге дейін жабылған жоқ? Біз видеомызды бастаймыз. Біріншіден бір нәрсені түсіну маңызды. Эпштейн тізімі деген бір тұтас құжат жоқ. Біз файлдар деп айтатынымыз Вирджиния Джуфриннің Гелен Максвеллге қарсы азаматтық талап арызының материалдары. Файлдардың ішінде Эпштейнге қатысты тұлғалар туралы ақпарат, олардың Эпштейнмен алмасқан электронды хаттарының суреттері, Эпштейн аралығында болып жатқан кештердің суреттері, жүріп жатқан істердің нәтижесі және Эпштейнге қандай да бір қатысы бар құжаттар жарияланған. Эпштейннің досы Гислейн Максвелл Эпштейнге балалар жыныстық саудасына көмектескен. Түрмеге қамалды. Ол 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Сотта Эпштейн мен Максвеллдің бірге отырған, сүйіскен, олардың жақын қарым-қатынастары көрсетілген суреттер жарияланған. Сот отырысында 4 әйел сөз сөйледі. Гислейн Максвелл оларды Эпштейнге жеткізген, содан кейін кейде олардың азығына өзі қатысты деп мәлімдеді. Істі одан әрі тергеу үшін сотқа байланысты болуы мүмкін белгілі саясаткерлер шақырылды. Құжаттарда саясаткерлер, ғалымдар мен шоу-бизнес жұлдыздары кездеседі. Біз Ханзада Эндрюге қатысты айғақтарды көрдік. Бұл оның корольді отбасының қоғамдық өмірінен шеттелуіне әкелді. ақш президенті Билл Клинтон мен Дональд Трамптың есімдері де аталды. Бірақ оларға қатысты ресми айыптар тағылмаған. Көптеген тұлғалардың адвокаттары кез келген заңсыз әрекетке қатысы барын үзілді-кесілді жоққа шығарады. Билл Гейтс, Майкл Джексон және тағы да басқа азаматтар файлдардың ішінде анықталған. Бір файлда Билл Гейтстің Эпштейн аралында венерологиялық ауру жұқтырып алғаны көрінеді. Осы ситуациядан кейін Билл Гейтс $100,000 конкурс жариялаған. Конкурстың мақсаты венерологиялық аурулардан қорғанудың жаңа жолдарын табу болған. Бұл қалай жұмыс істеді? Эпштейн бопсалау, шантаж, ықпал ету жүйесін құрды. Литл Сент-Джеймс аралы әлемдік лидерлердің әлсіз тұстары ашылатын орынға айналды. Файлдар жарыңа құрбандарды қалай тартқанын және бұл жүйенің қалай қорғалғанын көрсетеді. Эпштейн өз аралында болған барлық зұлымдықтарды фото-видео түсіріп, оған қарсы шығуға тырысқан адамдарды бопсалады. Солай ол өзін аман сақтап жүрді. 2008 жылдың маусымда Эпштейн 16 жасқа толмаған қызды жезөкшелікке мәжбүрледі деген айыппен кінәсін мойындағаннан кейін ол 18 айға бас бостандығынан айырылды. Флоридадағы жыныстық қылмыс жасағаны үшін сотталғандардың көпшілігі сияқты штат түрмесіне жіберудің орнына Эпштейн Палм-Бич округінің түрмесінің жеке қанатына орналастырылды. Оған қала орталығындағы кеңесінде аптасына 6 күн күніне 12 сағатқа дейін жұмыс істеуге рұқсат етілді. Ол 13 ай қызмет етіп, содан кейін ол 1 жыл сынақ мерзіміне босатылды. Сынақ мерзімі кезінде оған Манхэттендегі және Американдық Вирджин аралындағы резиденцияларына корпоративті ұшақпен көптеген сапарларға рұқсат етілді. Эпштейн бостандыққа шыққан кезде Нью-Йорк штатының 3-ші деңгейіндегі жыныстық қылмыскер ретінде тіркелді. Өмір бойы Эпштейн артына қарап жүрді. Эпштейн 2008 жылдан бері тіркелген секс қылмыскер болды. 2019 жылдың 6 шілдесінде Эпштейн Теттербор әуежайында қамауға алынды. Нью-Джерсидің жыныстық саудаға қатысты айыппен. The New York Times газеті бастапқыда Нью-Йоркте қамауға алынған қате хабарлады. Эпштейн қамауға алынған күні куәгерлер мен дереккөздердің айтуынша, ФБР-дің 10-ға жуық агенттері оның Манхэттендегі үйіне келуге мәжбүр болды. Тінту адам саудасының дәлелдерін тапты. Сонымен қатар жүздеген, мүмкін мыңдаған сексуалды тұрғыдан жалаңаш әйелдердің фотосуреттерін тапты. Кейбір фотосуреттер кәмелетке толмағандардың суреттері ретінде расталды. Бұғатталған себепте Young, Miss Nudes 1 және Girl Pics Nude сипаттамаларын қоса өз қолдарымен жазылған дискілер табылды. Nude деген сөздің ағылшын аудармасы жалаңаш дегенді білдіреді. Онда олар қолма-қол ақшаны гауһар тастады және Эпштейннің суреті бар 1987 жылғы австриялық төлқұжатты тапты. Бірақ басқа атпен. Паспорт оның тұрғылықты жерін Сауд Арабиясы ретінде көрсеткен. 2 күннен кейін Нью-Йорктың оңтүстік округінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бөлімінің прокурорлары
Эпштейнді секс саудасы және кәмелетке толмағандардың жыныстық саудасы үшін қастандық жасады деп айыптады. Сот құжаттарында кем дегенде 40 кәмелетке толмаған қыз жыныстық қатынас үшін Эпштейн сарайына әкелінген. Судья Кеннет Маппа Эпштейнді неғұрлым ауыр айыптаулардан қорғаған қудалау туралы келісімнің күшіне қалуы туралы шешім қабылдайды. 2019 жылдың 23 шілдесінде Эпштейн мойнында тұншығы белгілері бар жартылай бейсаналы күйде табылды. Жарақаттардың сипаты бойынша олар оны асуға тырысты деген қорытындыға келді. Дегенмен оған сотталушы шабуыл жасады деген нұсқада болды. Нәтижесінде Эпштейн өзін-өзі өлтірудің алдын алу үшін камераға орналастырылды. Алайда 2019 жылдың 29 шілдесінде Эпштейн қалыпты камераға қайтарылды. Эпштейнді камераға орналастырылған кезде түрме әділет министрлігіне суицидті алдын алу үшін оның сотталушысы болатынын және әр 30 минут сайын күзетші камераға қарайтынын хабарлады. Алайда бұл шаралар орындалмады. 2019 жылдың 9 тамызында тұтқын Эпштейн басқа камераға ауыстырылды, ал күзетшілер оны 3 сағаттан артық тексермеді. Тиісті жазбаларды бұрмалады. 2019 жылдың 10 тамызында Эпштейн тыныссыз табылды. Күзетшілер жедел жәрдем шақырып, реанимациялық шаралар өткізуге тырысты, алайда кеш болып шықты және Эпштейн қайтыс болды деп танылды. 2019 жылдың 11 тамызында олар аутопсия жасады. Оның нәтижелері бойынша Эпштейн кереуеттің жоғарғы қабатынан арқанға лақтырып, өзін-өзі өлтірген болуы мүмкін деген қорытындыға келді. Әдеттен тыс, аутопсия оның мойнында көптеген сынықтар болғанын көрсетті. Сынған сүйектердің арасында гипоидты сүйек болды. Мұндай жарақаттар суицид кезінде дарға асу арқылы пайда болуы мүмкін. Бірақ тұншығу арқылы өлтіру кезінде жиі кездеседі. 2019 жылдың 16 тамызында Нью-Йорктың аға сот медициналық сарапшысы Барбара Самсон Эпштейннің өлімін суицид деп таныды. Эпштейн өзін-өзі өлтіру туралы ресми нұсқада күмән бірден пайда болды. Ол өлі табылған түрменің 20 қызметкерінен штат прокуроры жауап алды. Тергеу нәтижесінде Эпштейннің өзін-өзі өлтіру түрме қызметкерлерінің өрескел немқұрайлығынан болды деген қорытындыға келді. Эпштейннің бақылау жазбаларын бұрмалаған 2 күзетші 6 айлық шартты мерзімге және 100 сағаттық қоғамдық жұмыстарға сотталды. Эпштейннің қайтыс болуы ақш-тың қылмыстық атқару жүйесінде жұмыс күшінің жетіспеушілігі проблемасын ашты. Бұл қызметкерді 40-тың орнына аптасына 70 сағаттан артық жұмыс істеуге мәжбүр етті. Аутопсиядан кейін Эпштейннің денесін оның ағасы Марк талап етті. Және 2019 жылдың 5 қыркүйегінде Флорида штатындағы Палм-Бичтегі Morris Star of David зиратындағы ата-анасының қабірлерінің жанындағы атапсыз қабірде жерге бағышталды. Вандализмнің алдын алу үшін оның ата-анасының есімдері де құлпытастан алынып тасталды. 2026 жылдың басындағы жағдай бойынша тергеу әлі де жалғастыруда. Кейбір құрбандар өтемақы алды, бірақ басты сұрақ әлі ашық. Бұл іске тағы кімдер көмектесті? Ресми есептерден есімдерді өшірілген адамдар жауапқа тартыла ма? Прокуратура Эпштейннің JP Morgan және Deutsche Bank сияқты қаржы институттарымен байланысын зерттеуді жалғастыруда. Эпштейннің ісі бұл жай ғана бай қылмыскер туралы хикая емес. Бұл билік пен ақшаның шындықты қалай жасыра алатыны туралы оқиға. Бірақ файлдар шындықтың бәрібір ашылатынын дәлелдеді. Осымен видеомыз аяқталды. Назарларыңызға үлкен рахмет. Видео ұнаса лайк басып кетіңіз, подписаться кнопкасын басыңыз және осы ситуация туралы комментарий қалдырып кетсеңіз. Сау болыңыздар. Аман жүріңіз. До свидания.